Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң. Алланың қалауымен кеше барлығымыз жатарда ұйықтап, Алланың қалауымен бүгін таңда ояндық. Осы ең бақытты адамымыз барлығымыз, ең бақытты сәт, ең бақытты өмірдегі ең бақытты сол. Бір рет айтқан болармыз. Қаласа тірі адам бақытты. Бүгін міне Алланың сүйікті күндерінің жұма күні. Енді жұма мүбәрак болсын деп жатады. Мен ол өзіміздің мүбәрак емес, кәдімгі жұма қабыл болсын дегім келеді. Жұма құтты болсын дегім келеді. Өзіміздің кәдімгі қазақтың сөзі. Жалпы бізде бабаларымыз араб тілінде жазған, араб тілінде сөйлемеген. Сол үшін қазақша өзіміздің ана тілімізде сөйлегеніміз, жазғанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. Осы жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деп айтамын. Және де жұма құтты болсын деп айтамын. Алланың бұл да бір мейрам күні ғой. Сол үшін істеріңізге береке, күндеріңіз сәтті өтсін, жемісті өтсін. Алла әрбір тілеген тілектеріңізді қабыл етсін. Таңдарыңыз қайырлы, күндеріңіз сәтті өтсін. Аман болыңыздар.